Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі 126 сабағымыздың тақырыбы мәңгілік елдің болашағы. Шылаулар мен шылау тұлғалы қосымшалардың жазылуы. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама міндетті түрде жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамын. Мәтіннің мазмұнына сүйеніп, тірек сөздермен эссе жазамын. Шылаудың жазылуын білемін. 31-ші жаттығу мәтінді оқы. Тәрбие сағаты мәңгілік ел тақырыбында өтті. Оған бастауыш сынып оқушылары мен ұстаздар қатысты. Тәрбие сағатына ата-аналар мен еңбек ардагерлері арнайы шақырылды. Іс-шара мазмұнды да қызықты өтті. Оқушылар ән, тақпақтарын айтып, би биледі. Әсіресе кеш қонақтарының ой-пікірі оқушыларға қатты әсер қалдырды. Мәңгілік ел мұратымыз, ата-бабаларымыздың діттегені де осы. Тіліміз, дініміз, тарихымыз, отанымыз, өз болмысымыз, салт-дәстүріміз, қонақжайлылық, кеңпейілдік, адалдық, ішкі тазалығымыз мәңгілік елдің басты белгісі, сипаты деді Талғат ата. Мәңгілік ел атану үшін, соған лайық болу үшін бірлік керек. Күшіміз, әлеуетіміз бірлікте деді ауыл ағасы Сәбит. Сол ауылда уақытта ақылды сөзді 60 рет қайталап айтқанның еш артығы жоқ деп қолдап, өз ойын ашық айтқан Бейбіт атаның сөзі де орынды болды. Аға ұрпақ пен кейінгі буын өкілдері ауыл көшесімен береке мен бірліктің аңғартқандай бірге келе жатты. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Неге, неліктен сұрақтарын пайдаланып, мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар дайындаңдар. Оған жауап беріңдер. Мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын біліп ал. Мәтіндегі соңғы сөйлемді көшіріп жазып, септік жалғаулы сөз бен шылаудың жазылуына назар аудар. Бұл жерде енді бір-бірімізге сұрақ қояйық. Тәрбие сағаты қандай тақырыпта өтті? Тәрбие сағатына кімдер қатысты? Неге кеш қонақтарының пікірі оқушыларға ерекше әсер қалдырды? Неліктен мәңгілік ел атану үшін бірлік керек? Мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын біліп ал. Бізде мәтінде кездескен діттеген және әлеует деген екі сөз кездескен болатын. Діттеген деген сөз ол ойға алған, мақсат еткен деген мағынаны білдіреді, ал әлеует дегеніміз хал жағдай деген мағынаны білдіреді екен. Келесі мәтіндегі соңғы сөйлемді көшіріп жазып, септік жалғаулы сөз бен шылаудың жазылуына назар аудар. Мәтіндегі соңғы сөйлем аға ұрпақ пен кейінгі буын өкілдері ауыл көшесімен береке мен бірлікті аңғартқандай бірге келе жатты. Бұл жерде шылау пен және мен деген екеуі бұлар шылау болады екен. Енді келесі жаттығуымыз 32-ші жаттығу. Оқыған мәтін бойынша тірек сөздерді пайдаланып, мәңгілік ел болашағы тақырыбында эссе жаз. Құрметті оқушылар, міне төбеде бізге тірек сөздер берілген екен. Енді осы сөздерді пайдаланып мәтін құрастырамыз. Мәңгілік ел болашағы. Мәңгілік ел болу ата-бабамыздың үлкен арманы. Біздің мұратымыз аға буын өкілдерінің бізге қалдырған егемендігін сақтап қалу. Ол үшін күшімізді біріктіріп, тіл, салт-дәстүрімізді сақтап, болашақ кейінгі буынға абыроймен тапсыруымыз керек. 33-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы, шылауларды тап. Гүлдер өссе далада, қуанады балалара. Күлімдейді анада, шаттанады балада. Омар ташы сақ тұрар, түнді қойып күндізде. Гүлден шығар тәтті бал, ешқашанда гүлді үзбе дейді. Қарамен жазылған сөздердің қай септікті тұрғанын айт, олардың жазылуын шылаулармен салыстыр, түрліше жазылуының себебін түсіндір. Бізде қарамен жазылған екі сөз берілген, біреуі далада, екінші ешқашанда. Далада дегеніміз ол жат септігінде тұр, қайда, неде, далада. Ал екінші ешқашанда деген сөз. Бұл жерде ешқашан деген сөзден да бөлек жазылып тұр. Демек бұл шылау болады, жұрнақтар мен жалғаулар олар бірге жазылады, ал шылаулар олар сөзден бөлек жазылады екен. Қосымша сөзбен бірге жазылады, шылау бөлек жазылады. Мысалы, бүгін бар ма? Қаламың бар ма? Деген сынды. 34-ші жаттығу өлең жолдарын оқып жатқа жаз. Қыс па мейлі жаз ба, жерді орынсыз қаз ба, мейлің киіп жүрсің бе, жұрт алдыңда
күрсінбе. Шылаулардың астынсыз жұрнақтың тиісті белгімен белгіле. Бұл жерде қыспа, жазба деген кезде екі жерде де ол шылау болып тұр. Оны қайдан білеміз? Өйткені олар бөлек жазылып тұр, иә? Және де жүрсінбе деген сөз шылау болады екен. Ал енді қазба, күрсінбе дегендегі ба, бе дегеніміз олар бізде жұрнақ болады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша қош сау болыңыздар.